Қазақстандық саясаттанушы Ербол Еділов өзінің телеграм-каналында Мәскеу Тоқаевты Александр Невский орденімен марапаттауды ұсынғанын хабарлаған болатын. Қазақстан президенті қабылдаушы тарапқа көрсетілген абыройы үшін алғысын білдіріп, алайда мемлекет басшысы мәртебесінде отандық та, шетелдік те марапаттауларды қабылдамауға шешім қабылдағанына сілтеме жасай отырып, марапаттан бас тартты. Дәл осы себепті президент жақында Бішкекке сапары кезінде Қырғызстанның бірінші дәрежелі Манас жоғары орденінен бас тартқан еді деп нақтылады саясаттанушы. Өз кезегінде Тоқаевтың баспасөз хатшысы Руслан Желдібай бұл мәліметтерді агенттіктің сауалына жауап ретінде растады. Жақында Тоқаев Петербург халықаралық экономикалық форумына қатысты. Ол Ресей президенті Владимир Путинмен бірге сахнаға шықты. Өз сөзінде Қазақстан Донецк және Луганск халық республикаларын квазимемлекеттік аумақтар деп атай отырып танымайтынын мәлімдеді. Тоқаев ұстанымын, егер ұлттардың өзін-өзі анықтау құқығы қағидатын ұстанатын болса, планетада 500-ден астам мемлекет құрылуы мүмкін. Бұл хаосқа алып келеді деп түсіндірді.